Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Өзіңізді тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз отбасы, руханилықтың көзі. Отбасы бала тәрбиесіндегі алғашқы ұжым болып табылады. Әрбір бала рухани құндылық болып саналатын мейірімділікті, сүйіспеншілікті, сыйластықты, адалдықты алғаш рет отбасында сезініп, бойына сіңіріп өседі. Отбасы мүшелері дегеніміз бұл ата, әже, әке, ана, туған бауырларымыз, аға, іні, апа, сіңлі, қарындас болып табылады. Енді бүгінгі сабағымызға анықтама беру үшін сіздердің назарларыңызға төмендегі бейнероликті ұсынамыз. Отбасы деген не? Отбасы жарық дүниеге көзіңді ашқан сәттен бастап айналып толғанып, қорғап қоршап бауырына басатын теңдессіз ыстық ұя. Отбасы дүниеге шыр етіп келген сәбидің бірінші рет өзін сенімді сезінетін, жан рахатына бөленетін алғашқы бақыты. Отбасының жаңа қосылған мүшесіне анасы дүниеге келген сәттен құлағына сүйіспеншілік толы үнмен оған жалғыз емес екенін сыбырласа, әкесі жанында қолдаушысының әрқашан арқа сүйер асқар таудай сенімді тірегінің бар екенін сездіруге тырысып жатады. Сәби мына кең дүниені оған жанұясының ашып берген көз арқылы көре бастайды. Жылдар жылжып, балалық шақ өтіп, жастық шақ жетіп жеткіншек болады. Отбасы өмірдің әр баспалдағын өз аяқтарымен басу үшін сәбиін қанаттандырып өмірге баулайды. Балаға жан қиярлықты, опалы болуды, жақсы мінезбен иман негіздерін үйрететін кең ауқымды тәрбие мекені. Әр адам ұлттық мәдениет, дәстүр және құндылықтарды отбасынан мирас етіп алады. Адам баласы қайғыны да қуанышты да отбасымен бөліседі. Жауапкершілік, әділеттілік және ар намыстың не екенін отбасында көреді. Адамгершілік сезімдері қалыптасады, алғашқы дағдыларды меңгереді. Осы жерде бала алғаш басына түскен әр түрлі тұрмыс иірімдерінен шығудың жолын іздеп, шама шарқынша одан құтылудың шарасын қарастыруды үйренеді. Келесі кезекте дәйек сөз. Бүгін сіздердің назарларыңызға Мұхтар Әуезовтің үлкен алдында жас қарысы, атан алдында бала қарысы, әдеп кетсе деген керемет сөзін алып отырмын. Үлкен алдында жас қарысы бұл кез келген атана баласын кішкентайынан аялап, мәпелеп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, адал, адамгершілігі мол, парасатты, саналы азамат ретінде тәрбиелеп шығарады. Бұл ата-ананың бала алдындағы парызы. Ал ата-ана алдында бала қарысы бұл ең бірінші баланың парызы, бұл құрметтеу болып табылады. Құрметтеу дегеніміз бұл ата-анаға деген сүйіспеншілігі. Баланың перзенттік парызы ата-анаға сөзімен, ойымен, іс-әрекетімен ол өзінің сүйіспеншілігін көрсету. Ата-ананың жасаған адамгершілігін, адалдығын, кеңпейілділігін үлгі етіп, үнемі жадында ұстау, оны ерекше құрметпен айту болып табылады. Ал екінші дәйек сөзіміз біздің бүгін халық нақылы. Әке шешесінің тұрмыс салты, өмір көрінісі сәби үшін бағыт-бағдар көрсететін компас. Компас дегеніміз білесіздер, бағыт-бағдар беретін құрал. Ал біздер әке шешемізден қандай тәрбие көрсек, біз соны өмірде қолдануға тырысамыз. Яғни әке мен шеше біз үшін бағыт-бағдар беруші құрал. Ал енді біз әкеден, шешеден алған тәрбиемізді өмірде қолдансақ, ал бізден алған тәрбиесін кейінгі ұрпақ өмірде кезең-кезеңімен пайдаланады. Бұл дегеніміз ұрпақтар жалғастығы, немесе ұрпақтар сабақтастығы деп аталады. Келесі кезекте әңгімелеу, мұғалімнің сыйы. Бақытты отбасыны үлгісі атты сіздерге тәрбиелік мәні бар бейнематериалды көруді ұсынамын.
Ертеде бір шаһарда екі кісі көрші болыпты. Олардың біріншісі бай саудагер Дәулет, екіншісі құдық қазып ақша табатын кедей кісі Сабыр екен. Саудагер өзінің көршісінің ылғи да ауыр бейнетпен су шығарып жатқанын көріп, ішінен: «Мынадай ауыр бейнет жасап, жарлы болғанша, мен секілді сауда жасап неге бай болмайды?» деп ойлап қояды екен. Бір күні ол көршісіне: «Қашан көрсем де ауыр бейнетпен пұл тауып жүргеніңді көремін. Бірақ әлі күнге байыған жоқсың. Сонда тапқаның қайда кетеді?» «Табысымды 4-ке бөлемін. Бірінші бөлігімен қарызымды өтеймін. Екінші бөлігін қарызға беремін. Үшінші бөлігін алдыңғы күнге азыққа қалдырамын. Төртінші бөлігін ғана әйелім екеуміз азық етеміз» деп жауап беріпті кедей көршісі. Онда түсінікті» деп Дәулет өз жөніне кетеді. Бірақ сөздің мәнісін ұқпай, түнімен бас қатырып ұйықтай алмайды. Азанда болмағасын көршісіне барып, айтқанын түсіндіріп беруін өтінеді. Сонда көршісі сөзінің мәнін былай түсіндіріпті: «Бірінші бөлігімен қарызымды өтеймін дегенім, табысымның бірінші бөлігін кәрі ата-анама беретінімді айтқаным. Олар мені өмірге әкелді, бақты, өсірді. Олардың еңбегін түгел қайтару еш мүмкін емес. Перзенттік борышты ешқашан толығымен өтей алмаспын. Сонда да оны өтеуге тырысамын. Өйткені ата-анасына жақсылық жасаған бала пайғамбарлармен бірге жәннатқа кіреді» деген. Екінші бөлігін қарызға беремін дегенім, оны балаларыма жұмсағаным. Олар кейін бізді бағады, яғни қарызды қайтарады. Басқаларға мейірімділік етпегеннің өзді мейірімге бөлінбейді деген. Үшінші бөлігін алдыңғы күнге азыққа қалдырамын дегенім, жетім жесірлерге тегін ауыз су шығарып беріп, ақыретке азық жинаймын дегенім. Себебі халық игілігі үшін су шығарып берген адамның алар сауабы өзі өлсе де артынан үзілмей барып тұрады. Ал төртінші бөлігін әйеліміз екеуміз азық етеміз. Ол түсінікті. Құрметті студенттер, жаңа көрген бейнематериалдарыңыздан қандай ой түйдіңіздер? Бақытты отбасының үлгісі бейнематериалында перзенттік борыш туралы сөз қозғалады. Перзенттік борыш дегеніміз не? Неге біздер ата-ананың алдында борышты өтеуге міндеттіміз? Қалай ойлайсыздар? Иә, дұрыс айтасыздар. Өйткені ата-ана бізді жастайымыздан бағып, қағып, аялап, бойымызға жақсы рухани құндылықтарды бойымызға сіңіріп, бізді жеке тұлға болып қалыптасуымызға үлкен орасан зор күш жұмсайды. Ал енді олардың қартайған шағында әрбір перзенттің борышы ата-анасына риясыз қызмет ету болып табылады. Оларды жас баладай аялап, мәпелеп, бағып, олардың риясыз сүйіспеншілігіне риясыз қызмет етумен жауап қайтаруға міндетті. Сондай-ақ бұл бейне материалда, сондай-ақ басқаға мейірімділік етпегеннің өзі де мейірімділік көрсетпейді деген сөзді естисіздер. Бұл сөздің мағынасы: сіз кез келген адамға жақсылық жасаңыз, көмек көрсетіңіз, сөз көмегін көрсетіңіз, бірақ ешқашанда сол жақсылығыңыздың қарымын қайтарымын күтпеуіңіз керек. Сонда ғана сіз адамға, қоғамға сіз риясыз қызмет ететін жеке тұлға болып қалыптасасыз. Ал құрметті студенттер, келесі кезекте шығармашылық жұмыс мақалға келдік. Әдепті бала ата-анасын мақтатар, әдепсіз бала ата-анасын қақсатар. Ана сүтін ақтамағанды ешкім жақтамайды. Әке тұрып ол сөйлегеннен без, шеше тұрып қыз сөйлегеннен без. Үйде ол қызы бардың, көгінде сөнбес жұлдызы бар. Ана алдында құрмет, ата алдында қызмет. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің, ағайынның қадірін жалалы болғанда
білерсің. Ағайынның алтын сарайынан ананың жыртық лашық артық. Әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер. Құрметті студенттер, сіздер жақсы білесіздер, біз шынайы көшбасшының қалыптасу жобасымен жыл басынан бері жұмыс жасап келе жатырмыз. Осы жобаның сіздерге кезекті тапсырмасын ұсынғалы отырмын. Өздеріңіз көріп отырғандай, мұнда интеллект карта көрсетілген. Осы интеллект картамен толықтай танысып, үйге кесте толтырып келесіздер. Келесі үй тапсырмасы. Үй тапсырмасында сіздер бақытты отбасының ережесін құрастырасыздар. Сіздердің ойларыңызша, бақытты отбасы қалай болу керек? Бақытты отбасында не сақталу керек? Соны еске ұстай отырып, өздеріңіз ереже жасап келесіздер. Жанашырым мана, дарашыңым мана, барасылым мана, шуағымсың, бағбанымсың әке, зор бағымсың әке, қорғанымсың әке, шырағымсың. Ана, аяулым өзіңмен мақтанамын. Ана, мен сені Меккеге апарамын. Ана, баланың қолдаған бақталабын, бұлағымсың әке, бір жылы сөзіңе шаттанамын. Әке, мен сені Меккеге апарамын. Әке, биікке самғайды баптағаның, шынарымсың әке. Ал енді бүгін сабағымыз қорытындылай келе, отбасы руханилықтың көзі. Кез келген отбасыда бірінші сүйіспеншілік, яғни риясыз сүйіспеншілік, риясыз қызмет ету сақталу керек. Риясыз қызмет ету бұл кез келген отбасының берік іргетасы. Риясыз қызмет ету деген сөзіміз кез келген отбасының мүшелерінің әрқайсының өзінің міндеттері және құқықтары бар. Өкінішке орай біз кейде өзіміздің міндеттерді орындағаннан гөрі біз құқықтарымызға алаңдап кетеміз. Шын мәнінде кез келген отбасының мүшесі өз міндеттерін мүлтіксіз орындайтын болса, онда ол отбасыда ешкімнің де құқы бұзылмайды. Сондықтан да ата, әже, әке, ана және туған бауырлар әрдайым өзінің құқықтарын орындап, өзінің міндеттерін орындап отырса, әрбір отбасы ынтымақ-ашырасқан, бақ-дәулеті тасыған бақытты отбасы болары сөзсіз. Тыңдағандарыңызға рахмет.